Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 1-ші сынып әліппе 11-ші сабақты қарастыратын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып кет. Дыбыс, буын сөз. Сөмкеде нелер бар? Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл суретте не көріп тұрсыңдар балалар? Бұл не? Бұл сөмке. Сөмкенің ішінде не бар? Сөмкенің ішінде қарандаштар бар, әліппе бар, кітаптар бар, дәптер бар, қалам және де ручка бар, иә? Бұл жерде келесі тапсырманы орындайтын болсақ, бұл жерде дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбысты берілген, иә? Белгісіз болып берілген, соны тауыңдар деген. Бұл жерде біріншісі көк түсті болып тұр, ол дауыссызды білдіреді, иә? Сонда бұл жерде кітап болады. Ал оны буынға айландыратын болсақ, кітап болады. Ал екіншісінде бұл жерде де бірінші дауыссыз, сосын дауысты, дауыссыз, дауыссыз, дауысты, дауыссыз болып берілген. Бұл жерде дәптер деп жазатын боламыз, иә балалар? Себебі суретте дәптер көрініп тұр. Енді балалар бұның дәптерді буындайтын болсақ, дәптер болып буындайтын боламыз. Енді бұл жерде күрделі түрде берілген екен, иә? Бұл жерде бірінші дауыссыз дыбыстан басталатын болса, бұл суретте не көріп тұрық? Кітаптарды көріп тұрық, иә? Сонда бұл жерде кітаптар болады. Ал оны буындайтын болсақ, кітап, тар болады. Ал екіншісінде біз не көріп тұрмыз? Я, біз дәптерлерді көріп тұрмыз. Сонда бұл жерде дәптерлер болады. Жарайсыңдар балалар, енді келесі тапсырмаға өтетін болсақ, бұл жерде осы суреттегі сөздерді тауыңдар деген. Біріншісінде сызғыш берілген, иә? Ал екіншісінде қалам, үшіншісінде қарындаш, төртіншісінде ермек саз. Балалар, видео ұнаса арнаға жазылып кетіңдер.